Луизиана штатындағы тыныштық орнаған қарапайым көшені дүр сілкіндірген қайғылы оқиға орын алды. Бүгінгі оқиғамыздың кейіпкері 6 жасар өте нәзік қыз. Оның өмірі қауіпсіз. Ата-анасының махаббатымен өсіп келе жатқан ерке қыз ендігі балабақшаны аяқтап жазғы демалысты керемет өткіземіз деп жоспарлап еді. Бірақ 2023 жылдың сәуірдің жылы кешінде болған оқиға барлығын өзгертті. Майкл Фонтанелла және Дженнифер бұл ерлі-зайыптылардың Ария және Белла есімді екі сүйкімді қыздары бар. Бірақ өкінішке орай бұл жұп көп ұзамай ажырасуға шешім қабылдады. Барлық мәселе осыдан басталды. Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен Асия. 2 апталық үзілістен соң арнамда жаңа бейне жарық көрді. Мектепті жоймақ болған оқушы қыз жайлы баяндаймын. Бұл бейнеге сіздердің қолдауларыңыз қажет. Бейненің сілтемесін астына жазып қалдырамын. Кіріп көріңіздер. Егер ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бұл оқиғадағы қылмыскер туралы пікірлеріңізді астына жазып қалдырсаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мені қызықты деректер шығаруға шабыттандырады. Ал бұл бейнеде 6 жасар қыздың қайғылы өлімі туралы баяндайтын боламын. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Майкл Фонтанелла мен Дженнифер қарапайым отбасы. Майкл француз текті американдық. Ерлі-зайыптылардың одағынан Ария мен Белла есімді сұлу қыздары дүниеге келді. Бірақ өкінішке орай, бұл жұп көп ұзамай ажырасуға шешім қабылдады. Ажырасу оңай болған жоқ. Алайда Майкл мен Дженнифер балаларына әсер етпеу үшін қолдан келгенін бәрін жасауға тырысты. Олар қыздарын қамқорлыққа алу туралы келісімге келді. Ал олардың үйлері шағын ауданда бір-бірінен бірнеше квартал қашықтықта орналасқандықтан оның қыздары екі үйде де еркін өмір сүрді. Майкл аз уақыттан соң басқа әйелмен кездесе бастады. Жаңа ғашығы 43 жаста еді. Оның аты Баноклин болды. Бірақ ол өзін Ханна деп атайтын. Олар ақырында бірге бір үйде тұрды. Майкл мен Ханна бірге өмір сүрген жылдар бойы үйленбесе де әйел қыздарға қамқор өгей шешесі болды. Ханна қыздармен, әсіресе Белламен тіл табысып кетті. Бірге серуендеуге, велосипед мінуге және бассейнде бірге жүзуге барды. Осылайша отбасы 2023 жылдың сәуіріне дейін өмір сүрді. Сейсенбіде 25 сәуірде Майкл жұмыстан кеш оралды және шаршағандықтан ол бірден бөлмесіне барды. Басы жастыққа тиген бойда ұйықтап кетті. Кеш болған соң қыздардың бөлмесіне кірмеді. Олардың көптен бері ұйықтап жатқанына сенімді болды. Ал Ханна бұл кезде жатын бөлмеде болмады. Бірақ ол диванда жиі ұйықтап қалатын. Осылай таң атты. 7 жасар Ария таңертең оянып, әкесі екеуі Белланың бөлмесіне кіргенде төсегі бос болды. Майкл қызы тығылып бізбен ойнап жатыр деп ойлады. Олар үйдің іші мен сыртын тінтті. Бірақ Белла еш жерден табылмады. Жан-жақты әбден іздеген Майкл сүйіктісі мен 6 жасар қызы қайда кеткенін түсіне алмады. Бұл аудан қауіпсіз. Қала тұрғындарының саны 9000 адамнан аспайды. Барлығы бір-бірін таниды және қылмыс болады деген адамның ойына да келмейді. Бірақ таңғы сағат 7:30-да уайымдаған әке қызының жоғалып кеткені туралы хабарлау үшін жергілікті полиция бөліміне келді. Ал қызды іздестіруге полиция дереу кірісті. Олар Майкл мен Ханна тұратын ауданның көшелерінен іздеуді бастады. Офицерлер Белланың анасының үйіне жақындады. Майкл мен Дженнифер бір-бірінен бірнеше квартал ғана қашықтықта жақын тұратын. Офицерлер қыздың анасын үйін тінту кәдімгі тексеру деп ойлады. Бірақ үйдің ауласынан көлемі 38 литр болатын үлкен пластик шелекті көрді. Әдетте мұндай ыдыста бассейндерді дезинфекциялайтын хлорды сақтайтын. Бірақ офицерлер жақындап шелекті ашқанда қорқынышпен кері шегінді. Олар шелектің ішінен қыздың өлі денесін көрді. Офицерлер Дженниферлен шелек туралы сұрағанда, мен таңертең үйде болдым, далаға шығуға уақытым болмады. Бұл шелек қалай пайда болды?
білмеймін деп жауап қатты. Полиция бұл қылмысты тергей келе, бұл бір кісі өлтіруші және Ханна да кісі өлтірушілердің тізіміндегі келесі құрбан болуы мүмкін деген тұжырымға келді. Детективтер осы ауданның көшелеріндегі бейнебақылау камераларындағы жазбаларды алып тексере бастады. Дженнифердің көршісі полицияға бейнебақылау камерасының жазбасына қол жеткізуге мүмкіндік берді. Сол бейнеде кісі өлтіруші кім екені анық көрінді. Кешке 21:33-те бейнеде қызыл блузка, қара шалбар және ақ аяқ киім киген Дженнифердің үйіне қарай тыныш жүріп бара жатқан әйелді көрсетті. Белла табылған жердегідей ақ пластик шелек салынған арбаны итеріп бара жатты. Ол сабырлы болып көрінді. Тіпті оның жанынан көлік өтіп бара жатқанда ыңғайсызданбады немесе кетуге әрекет жасамады. Дүкеннен зат әкеле жатқандай бейқам түрде көшеден жүріп өтті. Бұл әйел Белланың өгей шешесі Ханна болып шықты. Ханнаны іздестіру кезінде оны ауруханадан тапты. Ол медициналық тексеруден өту үшін кезекті күтіп отыр екен. Ең қызығы, бұл қылмыскерді таңда полицияның өзі ауруханаға апарып тастаған екен. Ханна денсаулығына қатысты түнде полиция бөлімшесіне көмек сұрап келген екен. Өзін Бонаклим деп таныстырып, адасып кеттім, маған аурухана керек еді деп, тіпті телефонды пайдалануға рұқсат та сұраған екен. Содан полицейлер оны ауруханаға апарып тастаған. Дәл сол киімде қызыл блузка, қара шалбар және ақ аяқ киім киген. Неліктен офицерлер өздері ауруханаға апарған адамды іздеуге көп уақыт жұмсағаны анық емес. Мүмкін әртүрлі полиция бөлімшелері бұл істерді бір-бірімен байланыстырмаған шығар. Немесе мәселе Ханнаның әртүрлі есімдерді қолданғанында болуы мүмкін. Қалай болғанда да ол дереу ұсталды және ауруханадан оны тергеу үшін бөлімшеге апарды. Өйткені Ханна видеода Дженнифердің үйіне арбада пластик шелек айдап бара жатқан әйел еді. Бейнедегі әйелдің киіміне сәйкес келетін шалбар мен ақ аяқ киім. Детективтер бұл заттарды алып тексеруге тапсырды. Полицияның айтуынша Ханна мен Дженнифер арасында ұзақ уақыт араздық болған. 2021 жылдан бастап бұл екі әйелдің қарым-қатынасы шиеленіскен. 25 сәуірде Белла мен Арияның әжесі, әкесінің анасы қыздарды сабақтан кейін алып үйіне алып келген. Бірге тамақтанып кітапханаға барған. Содан кейін әжесі қыздарды үйіне әкеліп, ваннаға түсіріп төсектеріне жатқызған. Ол ұлының үйінен сағат 19:30-да шығып кеткен. Әжейдің айтуынша Ханнаның басқаша қылығын байқамаған. Көшедегі бейнебақылау камераларының арқасында барлығы сенімді түрде белгілі болды. Сағат 21:30-да Ханна үйдің шетінен үлкен пластик ақ шелек алып шығып, көше бойындағы арбаға салып, үйдің алдына қалдырған. Көп ұзамай үйден қайта шығып, көршілерінің ауласына бір затты көміп тастаған. Іздестіру кезінде бұл әйелдің телефоны екені анықталды. Ал Ханна құрылғыны көмер алдында интернеттен қылмыстық заңгерді іздегені анықталды. Ал Майклдың үйіне 21:45-те оралғаны белгілі болды. Ханнаның қыздарды ренжіткені немесе қорқытқаны туралы ешқандай айғақ жоқ. Бірақ қыздар кейде Ханнаны қатыгез және әкесінің үйінде тұруды ұнатпайтындарын айтқаны белгілі болды. Шынында Ханна қыздарды ерекше ұнататын және қамқор еді, әсіресе Беллаға. Бірақ оның Дженниферге деген өшпенділігі оның махаббатынан күштірек болып шықты. Бұл қылмыскердің әрекеті туралы сіз қалай ойлайсыз? Әкесі Майклдың істегені дұрыс па? Астына өз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.